5 көмекшім бар. Ерке Есмахан үй тірлігіне араласпайтынын айтты. Танымал әнші Ерке Есмахан үй тірлігіне араласпайтынын айтты. Бұл туралы Стан-кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Өнерлі жұп Ерке мен Райым ұлдары Исланды қырқынан шығарғаннан кейін шетелге демалысқа кетті. Сонымен 7 адам кім деп сұрап жатқандарға Ерке, осы сен не істейсің, бәріне өзің қалай үлгересің деп қоймай сұрап жүргендерге жауап берейін. Мальдив аралдарына Райым және мен, қайным, Муслим, Ислам, бала күтушім мен көмекшімізбен келдік. Мені шаршап жүр екен деп ойлап қалмаңыздар. Тұрмыс тіршілігімді толығымен айтып берейін деп бастады әңгімесін әнші. Өнер иесі үй тірлігіне икемі бола тұра бірнеше көмекші жалдайтынын жасырмады. Негізі керек болса бәрін өзім жасаймын, қолымнан бәрі келеді. Бірақ жасамаймын, еркемін, еркелет. Өмір, ер жігіт еркелете бір деп бекер әндетпеппін кезінде. Ислам дүниеге келгелі үй жинап, киім үтіп кеп, азық-түлікке баратын, дәмді тамақ дайындайтын, бар тірлікті істейтін үй жұмысшысы бар. Муслимді сабаққа апарып алып келетін жүргізуші бар. Бала күтушісін міндетті түрде алдық. Жұмыс жағын реттеп отыратын 2 директорым бар деп түсіндірді әнші. Эстрада жұлдызы әңгіме барысында барлық жағдайын жасап отырған күйеуіне ел алдында алғыс айтты. Сондай-ақ өзінің үйде қандай іспен айналысатынын жіпке тізді. Бар жағдайымызды жасап, отбасын асырап, адал табыс тауып отырған несібесі мол адам. Ол күйеуім, барлық еркелеуім жолдасымның арқасы. Рахмет жұмағым. Мен шын мәнінде дым істемеймін, кітап оқимын, сериал көремін, шопинг жасаймын, сосын Исламның жанында боламын. Уақытылы емізуім керек және күйеуімнің қас-қабағына қарауым керек. Құтырған қатын ештеңе істемейді екен. Жалқау деп сөкпеңіздер, әркімнің тіршілігі әртүрлі. Сіздерге де дәл менікіндей жайлы өмір тілеймін. Бұйырса енді қыз туамын деп отырмын. Әр әйел заты жақсылыға лайық дейді өнер иесі.